Армысыздар көрермендер, мен сіздерге қан қысымын жоғарылап кеткен жағдайда оны қалай үй жағдайында түсіреміз. Ең алдымен 3 литр банкіге қайнаған суымызды құйып аламыз. Оған бір жапырақ қара нанымызды саламыз. Қызылшамызды жуып тазалап алып, 1 килограмм қызылшамызды оны жапырақтап тураймыз және оны үстіне қосамыз. Сонымен қатар жарты шай қасық тұз саламыз. Және 1 шай қасық құмшекерімізді саламыз. Бұл қоспамыздың бетін жауып, қараңғы жерде сақтаймыз, 5 тәулік сақтаймыз. 5 тәуліктен кейін астан бұрын, жарты сағат бұрын 100 граммнан, яғни жарты стаканнан ішіп отырасыздар. 3 мезгіл ішесіздер. Бұл өз нәтижесін көрсете бастайды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар, және достарыңызбен бөліссеңіз болады.